Қазақ халқы басынан талай жаугершілік кезеңді өткерді. Өзге ұсақ тегін есепке алмағанда 7-10 ғасырларда араб парсылармен соғысса, 17-18 ғасырда жоңғарлармен айқасты. Сол қиын қыстау заманда қан кешіп, жауға қарсы ту көтерген, халықты ұйымдастырып, ел амандығын талай ержүрек батырларымыз қорғады. Бүгінгі іс-шарамыздың батыры қолбасшы Қабанбай батыр Қожағұлұлына арнаймыз. Бабалар бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Қабанбайдың туған жері қазір мына Аракөл, Барлық, Тоқта Барлық дейтін тау тұр, ортасында Жалаңашкөл, мына немене дейміз ғой өзіміз, Жоңғар Алатау, Жоңғар қақпасы деп жүрміз. Жоңғар қақпасы деп жүргеніміз, мұны жағынан Тоқтатау, мұны жағынан Барлық тау кеп, екеуі түйіліскен кезде ортасындағы өткелді айтады. Сол жоңғарлар көбінше шабуыл жасағанда сол жақтан, сол қақпадан өтеді екен, ар жағы Жоңғарияға қарап тұрған кез ғой, жоңғарларға. Сонымен Жоңғар қақпасы атанып кеткен. 16 жасында енді кәдімгідей қарулы азамат болған, жаңа өлже жүргілді. Далаға шыққанын күтіп отырып, киіз үйде о көзде жабықтан сығалап әлі қырғыз бала көрсетеді, анау төрде отырған ақ көйлекті Пәленбай ана өлже жүргіл сол дейді өз үйінде. Сол далаға шығып, ана кермедегі аттарды қарап бұлай аттардың тасасында тұратдағы өлже жүргіл келе бергенде ұстайлады, кім екенін айтады және. Сен Есенбайды өлтірген осыдан бірнеше ай бұрын. Білесің бе? Қорлап. Мен соның інісі. Ерасылмын. Олында Қабанбай атына аты әлі еленбей тұрған кез, Қабанбай деген ат. Ерасыл ба жүрген кез. Мен сол Ерасылмын. Соның кегін алайын деп келдім. Міне, дейді. Қанжармен бірақ ұрды. Қолында найзасы бар, ол кезде қарусыз еркек жүрмейді. Сонда бірнеше қабандардың бірнешеуін түгел жайратып тастап, қасында жылқы қайырып жүрген біреу, ойбай, пәленбай болып, қабандар шабуыл жасап отыр деп, ауылға барады. Ауылдың енді дүркіреп келсе, Қабанбай жаңағы қабандарды жайратып тастап отыр дейді демалып. Сол сон жаңағы әлгі жездесі Бердәулет пе? Иә. Қалжыңдап бір жағы, ой, сен нағыз Қабан батыр болдың ғой, саған ат қоянмай жүредім, сенің атың Қабанбай болады енді деп. Батыр даңқты қолбасшы Қабанбай Қожағұлұлы ту көтеріп, ел қорғаған сүйікті батырына халық Ерасыл, Нарбала, Ізбасар, Қабанбай хан батыры, Дарабоз, Көкірек әулие деген есімдер береді. Қабанбайдың 7 жасында әкесі Қожағұл, 16 жасында ағасы Есенбай жоңғар қолынан қаза табады. 16 жасар бала жау арасына жасырын барып, 1707 жылы ағасын өлтірген жоңғар батырлары Өде Жырғыл мен Арсыланды қан қаптырып, әкесі мен ағасының кегін алады. Жастайынан жаугершілік пен шапқыншылықтың зардабын көріп өскен Ерасыл бүкіл еліне, жұртына төнген зұлымдықтың қандай екенін бойына сіңіріп, сезініп өскен қазақ ұлдарының бірі. Осы ұзақ жылдар бойы тіркескен қазақтың жоңғарлары қарсы күрескен Қабанбай батырдың орны ерекше. 1718 жылы
Аякөз шайқасында ерекше көзге түсіп, 1723 жылы Түркістан қорғанысына, 1726 жылы Бұланты шайқасына, 1730 жылы Аңырақай Аякөз шайқасына, кейін Шыңғыстау Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, 1770 жылы қаза табады.